Ассалаумағалейкум қыздар, жігіттер, қалайсыңдар, қалдарың қалай? Бүгінгі әңгімеміз ақша жайында болмақ. Біреулердің ақшаны жақсы көрулері мүмкін, біреулердің керісінше оны жек көрулері мүмкін. Бірақ барлығымызда адам баласы болғандықтан ақшада қажетсінеміз. Сондықтан да бүгін ақшаны қалайша табудың жолдарын талқылайтын боламыз. Ақша жайында өздерің жалпы не білесіңдер? Ақша бізге жалпы негізі екі жолмен келеді, екі түрлі амалмен. Біріншісі ол бізге активті жолмен келеді, екіншісі бізге пассивті түрде келеді. Активті дегеніміз сен өзің жанталасып сағат 9-дан 6-ға шейін, понедельниктен пятницаға шейін тұрпындап жұмыс істеп, еңбек терің арқылы тапқан ақшан. Ал пассивті дегеніміз ол сен еш нәрсе істемей-ақ, сен жұмыс істесең де, істемесең де саған бәрібір де келетін ақшаны айтамыз. Иә, дұрыс түсіндің. Яғни жата беріп, ұйықтай беріп ақша табуға болатын жол. Негізі барлығымызда сондай ақшаны сол жол арқылы табуға ұмтылуымыз керек, пассивті түрде. Себебі именно пассивті түрде табу арқылы сен өте үлкен байлыққа жете аласың. Ал егерде активті түрмен біз еш уақытта байлыққа жете алмаймыз. Себебі сен активно жұмыс істей берген сайын, яғни сен өзің белка не сияқтысың ғой, колесаның ішінде тұрған белка сияқтысың ғой, сен жүгіре берген сайын сен энергия мөлшерін вырабатывать етіп, жаңағы жарық лампасы жанып тұрады. Бірақ егер сен жүгіруіңді тоқтасаң, ол лампа сөніп қалады, яғни свет өшеді. Сол сияқты ғой, сен жүгіп жұмыс істей бастасаң ақша келеді, жұмыс істемесең ақшаның бәрі қайттан кетіп қалады. Сондықтан да бүгінгі видеода давайте көп созбай-ақ сонымен ақшаны пассивті түрде табудың 5 идеясын сендерге айтайын. Бұны маған жас кезінде ешкім айтатын адам болмаған. Ақшаны пассивті түрде табудың нөмір бірінші құралы ол бізде инвестициялар. Инвестиция дегеніміз өте ауқымды понятие болып саналады. Ал мен деп отырғаным, яғни ценный бумагалар, яғни акция, облигация деген сияқты бағалы қағаздар. Одан кейін кетеді бізде инвестиция алтынға, одан кейін кетеді бізде криптовалютаға инвестиция жасау, яғни биткоин, лайткоин деген сияқты цифрлық монеталарға. Алтынның бағасы негізі жылына өте аз ғана көтеріледі, сондықтан ол ақшаны қатты көбейте алмайды. Ол скорее просто как инфляциядан сендерді құтқаратын бір ақшанды өзін сақтап тұруға арналған нәрсе сияқты. Ал криптовалюта керісінше өте бір қауіпті ойын болып саналады. Себебі одан қанша ақшаны тез көтерсең де ақшаны тура сондай күшпен ақ, сондай скоростьпен, жылдамдықпен ақшаны қайтадан ұтылып қалуы мүмкін. Мен сендерге негізі криптовалютаға инвестиция жасауды кеңес бермеймін. Себебі өзім де мысалға 2 жыл бұрын 1 миллион теңгеге биткоиндарды сатып алдым. Ал қазір не болды, Не болды? Олардың қазір биткоин бағасы түсіп қалды да, енді мен 1 миллион теңге 250 000 теңге болып қалды. Сондықтан да мен биткоинмен қатты достаса алмадым криптовалютамен. Ал керісінше акция мен облигациялар деген ол айтуға тұрарлық кодный нәрсе болып саналады. Сондықтан да мен сендерге оны айта кетейін. Облигацияларды өз басым қатты жақсы көрмеймін, потому что олардың процентный ставкасы өте аз болады. А өзім в частности акционер болғандықтан қалайша акциялармен ақша табуды сендерге мысал ретінде көрсетейін. Так, телефонымызды алып акцияларды көретін приложениеға кірейік. Так, міне обновить етілді. Мына жақтан егер төмен түсіретін болсақ, онда Stocks деген разделға кірсек, яғни бұл бізде акцияларды көрсетеді. Бұл жақта бізде акциялардан тұр. Apple-дікі тұр, Tesla-нікі тұр, Coca-Cola-нікі тұр, Microsoft, Facebook, PayPal, Netflix деген сияқты. И осын давайте бір кез келгеніне кірейік. Мысалға менің сүйікті ол Tesla акцияларыма кірсек, мына жақта графиктер тұрады. Бұл жерде бір күндік графиктерді көруге болады, 5 күн ішінде акциялар қалай өсіп түскенін көруге болады, бір айдың ішінде қандай өзгеріске жеткен болады, немесе жаңағы 3 айлығын көруге болады. Осы жерден егерде қарайтын болсақ, мысалға мына дата бізде 3 январь күні $108 сатылғанын байқауға болады. Яғни Tesla акциясының бір акциясының құны $108 тең болып тұрғанын байқауға болады. Егер де сендер $1000 где-то бір
мыңды 108-ге бөлсек қанша, где-то бір 9 шақты акция сатып алуға болады, 9,5 акция сатып аласыз да осындай бағамен, и күтесіздер, кішкене күтесіздер де, и бағасы көтерілгеннен кейін, мысалға қазіргі күнді алатын болсақ, 3 февраль күні дейді, $189 тең болып тұр. Яғни Tesla акциясының бір акциясының құны $189 тең болып тұр. Ол дегеніміз бізде сенің акцияларын $81 өсіп кетті деген сөз. Немесе 75,7%-ке өсті. Бұл дегеніміз қандай да бір 3 январь мен 3 февраль күнінің аралығын қарастырсақ, онда ровно бір айдың ішінде сенің акцияларын бақандай 75%-ке өсіп кетті. Егер де $1000 салсан, $1000-ың 75%-ке өсім көрсететін еді. Егер де осыны қарайтын болсақ, ал ақшаның барлығын егер де депозитке салатын болсан, қандай да бір Каспи немесе Жусан банкқа салсан, сен небәрі никчемный 14%-тік өсімді көретін едің бір жылдың ішінде. Аманда сен бір айдың ішінде 75%-ке өсім көре алатын едің. Достар, сендерге айтайын дегенім, акцияларды қандай да бір қысқа уақыттың ішінде ақшаны көтеріп жіберетін казино ретінде көрудің қажеті жоқ, себебі әрбір жерде өзінің қауіптері бар. Мысалға, сендер қандай жылдамдықпен ақшаны көтерсеңдер, тура сондай жылдамдықпен бұл ақшадан айырылып қалуы мүмкінсіңдер. Себебі сендер білмейсіңдер ғой, ол акциялар көтеріле ме, әлде түсе ме, оны ешкім де білмейді. Сондықтан да сендер тек қана на свой страх и риск дейді ғой, соған қарап өздерінің ақшаларында ойланып дұрыстап салғандарын дұрыс. Егер де сендер акция деген қазір мысалы білмей отырған адамдар да бар ғой, акция деген не вообще деп. Егер сендер білмесеңдер оны, онда мен акция деген не екенін білмеймін, акция жайында көбірек білгім келеді деп комментарийға жазсаңдар, егер де сондай комментарийлар көп болса, онда мен келесі видеода сендерге акция деген не екенін, оны вообще қай жерден сатып алуға болады, оның депозитті не айырмашылығы бар екенін саусақпен ақ түсіндіре салатын боламын. Ақшаны пассивті түрде табудың нөмір 2-ші идеясы бұл жылжымалы мүлікті сатып алып, оны жалға беру. Бұл идея 1+1 = 2 деген сияқты өте түсінікті. Ал жылжымалы мүлік ретінде бізде кез келген нәрсе болуы мүмкін. Ол бізде офис болуы мүмкін, немесе склад болуы мүмкін, немесе квартира болуы мүмкін. Негізі көп адамдарға барлығына квартира өте түсінікті болып саналады. Себебі оп-оңайға енді квартираны аласында бір 30 миллионға сатып аласында, оны 300 мың теңгеге сдавать етесің, ақша көзін көре бересің. Бірақ бұл жерде менен туындайтын өте бір қиын сұрағым, ол біреулер айтуы мүмкін. Эй, Нұржан, менде 30 миллион теңге жоқ. Не айтып тұрсың сен вообще? Қайдағы 30 миллион? Иә, досым, сенде 30 миллион теңге жоқ болуы мүмкін. Но может быть сенде 10 миллион теңге бар болуы мүмкін. Егер де сенде 10 миллион теңген бар болса, онда саған тек қана не бары тура өзін секілді ақшаны пассивті түрде тапқысы келетін 2 жындыны тапсан болды. Аласында айтасың, ол сенің достарың болуы мүмкін, немесе бір туыстарың болуы мүмкін, туыстары болуы мүмкін, короче, ладно, маңызы жоқ. Ең бастысы, оларға барасын айтасың, ей жігітім, давайте битейік. Менде 10 миллион теңге бар, сенде 10 миллион теңге бар, сенде 10 миллион теңге бар. Бәріміз қосылайық та, ана 30 миллион теңге ана квартираны сатып алайық та, а потом оны сдавать етеміз де, түскен пайданы 300 мың теңгені 3-ке бөліп аламыз. Кім қаншаға ақша салынды, соншаға байланысты өзінің табыс көзін алады деген сияқты. Батыс елдерінде бұны синергия құру арқылы табысқа жету деп атайды. Ақшаны пассивті түрде табудың нөмір 3-ші идеясы ол өзінің автокөлігінде компанияларға жалға беру. Кейбір компаниялар ақша тұрғыда өздеріне автокөлікті сатып алу тиімсіз болғандықтан олар сен, мен секілді физлицолардан автокөліктерді жалға алғанды жақсы көреді. Олар тіпті өздерінің талаптарын да жазып қояды ана жерде. Бетеді, сенің мәшинең әппақ түсті болу керек, оның жылы 2020 жылғыдан жоғары болу керек, объемы 2 литрден аспау керек деген сияқты сондай нәрселерін жазып қояды. И сен олармен аласында контрактқа отырасың, может 1 жылға отырасың, может сразу жарты жылға отырасың, білмеймін, көресің ғой.
бір жылға отырасың да, и саған олар өзінің ақшасын төлеп отырады, сен оларға өзің автокөлігіңді бересің, олар өз сенің автокөлігіңді точнее алады да, өзінің жүргізушілерін нанимать етеді, олар уже сенің автокөлігің арқылы товар тасиды немесе персоналды тасиды. Сөйтіп олар қызығын көреді, ал саған ақшасын төлеп отырады. Сен өз үйінде ұйықтай беріп ақшаны пассивті жолмен таба бересің, бұл әрине плюс болып саналады. Ал бірақ қандай минустары бар? Минустарынан А. Сен мәшинесіз қаласың, және де Б. Сенің мәшинеңді анау иттің балдары тоздырып жібереді. Сол какой-то бір жылдың ішінде. Потому что не ғана істемейді деп ойласашы, барлығын істейін деп тұр ғой. Яғни сенің мәшинең бұзылады. Финансылық терминде бұны амортизация деп атайды. Плюстарынан сен ақша көзін көресің, ал минустарынан сенің мәшинең амортизацияға ұшырайды. Сондықтан да плюстары мен минустарын бірге салыстырып, өзін дұрыстап ойланып, оно того стоит, не стоит деген сияқты шешімінді қабылдарсың. Ақшаны пассивті түрде табудың нөмір 4-ші идеясы. Сразу айтып қой, мен бұл 4-ші идеяны өзім жасап көрмеген. Бірақ мен достарым осы арқылы негізі талай ақша тауып көрген. Сондықтан да бәлкім пайдасы тиіп қалар деп сендерге де айта салайын. Нөмір 4-ші идеясы, бұл сен кәдімгі гараждарды сатып аласың да, оларды жалға бересің. Яғни, аласында кез келген бір көп адам тұратын жилой комплексті жанынан бір гараждарды тауып аласың. Егер де ол гараждардың состояниясы өте страшный болса, онда аласында, конечно, оның ішіне біраз ремонт жасайсың, ана ішіндегі қоқыстарын бәрін лақтырып, оның сыртын кішкене бояп, освещениясын реттеп деген сияқты вложение салып, 300 мың теңгеге страшный гараж сатып аласың да, біраз вложение жасап, 400 мың, 500 мың теңгеге оны сықайтып қоясың. И потом аласында уже OLX сияқты бір площадкаларға кіресінде жазасын сдам в аренду гараж деген сияқты. И сол жақ үйдің тұрғындары күндердің бір күнде оны көріп қалады, айтады, мынаның адресі Сәтпаева, Розбакиева жақта ғой, тура мен тұратын жер емес пе деген сияқты қарайды. И өздерінің, так как олардың жилой комплекстарында подземный паркинг болмағандықтан, олардың өздерінің автокөліктері тонып қалмас үшін, олар немесе енді автокөлігін емес, олар кез келген даже өздерінің хламдарында сақтауы мүмкін ғой, гараждың ішінде білмейсің ғой, адамның фантазиялары әрқалай ғой. Сондықтан олар саған жазады, айтады қаншаға сдавать етесің, келісесіңдер, сөйтіп өтірік башын негізі 300 мың, 400 мың теңге гаражды сатып алып, арғарда бір 40 мың, 50 мың теңгедей табыс көзін көріп отыруға болады пассивті түрде. Ақшаны пассивті түрде табудың нөмір 5-ші идеясы, бұл менің ең сүйікті идеям болып саналады. Ол дегеніміз активті табыс көзін пассивті табыс көзіне айналдыру. Мысал келтірейін. Мен бауырым екеуміз жазды күндері ауылда разливной мороженое сатқанды өте қатты жақсы көретінбіз. Негізі біздің тұрған жер өте жақсы болатын, ол жерде, потому что овощной магазин болатын, рядом еще продуктовый магазин тұратын. В общем-то, өте көп адамдар өтетін, плюс еще жердің өзі тұрған жерімізде бесплатный болатын ғой, так что біз керемет бір көлеңке жерде тұрып, ар жақтағы өткен-кеткендердің бәріне мороженое сатып отыратынбыз. И осылайынан примерно айына где-то 250-280 мың теңгедей пайда көретінбіз. И получается, дальше мен осы аяқта өзім активно ақшаны таба берсем болатын еді ғой. Бірақ мен біледім, сол жақта, сол маңайда өзі мектеп бар да, сол мектептегі, в общем-то, школьник братишкалар болатынды, и олар тоже ақша тапқысы келетін. И мен баратын оларға предлагать ететін, оларға бәрін өзім үйретіп, көрсететін, қалайша анандай қандай сироп қою керек, оны қанша минут бойы араластыру керек, қандай соотношениеда қою керек деген сияқты бәрін өзім үйрететінді, и оларды өзім орнына қойып кететін, олар ар жақта өздері сатып жұмыс істей беретін. Ай сонда мен оларға где-то бір 150 мың теңгедей бере салатын, 150 мың теңге берсем олар сондай қатты мәз болып қалатын, себебі школьникқа 150 мың теңге деген енді нормальный ақша болып саналады ғой. И получается, сен өзің где-то 150 мың теңгесін ана балаға беріп тастасан, өзің бір 100 мың теңге ғана алып қаласың. Бірақ ол 100 мың теңге саған таза пассивті түрде қалтана қысылайын деп тұр ғой. Сондықтан да ақшаны пассивті түрде тапқан
бұл активті түрде тапқаннан гөрі намного лучше. И получается, сен алдында просто өзінің жұмысынды, өзінің активный доходынды пассивтандырып жібердің. Сен алдында өзінің жұмысынды басқаларға перепоручать етчердің. Бұл терминді делегирование деп атайды. Яғни сен өз жұмысынды басқаларға перепоручать етчердің. Бәрекелді досым, саған барлық 5 идеяның барлығын атап шықтым. Егер де видеоның кішкене болсын пайдасы тисе, ал мен ойлаймын пайдасы тиді деп. Себебі қаншама жаңадан терминдер үйрендің. Синергия, амортизация, делегирование деген сияқты. Егер де финансовый университетке барсаң, ол жақта тура сондай нәрсені саған үйрететін болады. Егер де саған видео ұнаса, онда лайк қойып, каналға подписка жасай сал, ал сенімен мен келесі видеоларда көрісетін боламын. Давай!